Сәлем достар, сенде мен Темірхан. Видео шықпағанына көп уақыт болды. Енді видеомды бастайын. Видео бастамас бұрын каналға келіп кетіңіздер, видеоға лайк басып кетіңіздер. Біз бастаймыз. Мына программаны таныстырып кетейін деп тұрмын. Осы программа программисттерге арналған. Жаңадан программист болғысы келетіндерге арналған осы программа. Сол программаны программист болғысы келетіндерге арналған. Сол программаны келген бір не жазады, бір нені удалить этому или новый если или выполнить бірақ бұл ошибка шықты. Закрыть деп басамайсың. Закрыть деп баса деген өзі. Онда сондай немесе описание. Мен бастаймын. Немесе бастаймын. Бірінші программ деп басталады. Олай бастамайды. Программ деп басталады. Келген нәрсені программ деп басталады. Программ басады немесе отар дейміз. Отар жауатын қалдырмай шын басады дейміз. Онда шын бастамыз дейді. Шын басқан соң Enter басам. Var деп басамыз. Сосын басамыз. X қос нүкте қоямыз. Сосын array деп басамыз. Орын қалдырмай тік жақша өтеміз. Немесе екі точка басамыз. Екі точка басамыз. 13 немесе мына жақта жорамыз. Орын қалдырмыз ба? Орын қалдырсақ сондай. Анау integer деп жазады. Integer дұрыс. Сосын шимбай жазады. Дұрыс. Сосын сосын I деп басады. Потом I. Қос нүкте қайттан басады. Сосын integer деп басады. Integer деп басады. Integer дейді, қайттан нүкте үтір басамыз. Нүкте үтір. I integer. Потом сосын S деп басады. Енді
онша көрінбей жатыр еді, немесе S дұрыс жазбаған болдым, немесе S деген пайдаланған жоқ, сол үшін кішкене қателік те болады. Көрейінші, сондай ғой. Сосын қос нүкте бассам, реал деп бассам, реал, сосын нүкте ұтыр жазғыш деген секілдімін. Enter'ді басам, так, оны қатай, немесе begin деп басам, немесе begin деп басам, begin деп тағы басам, begin деп басамыз, S begin деп бастық, S қос нүкте тен 0, қос нүкте ма, қос нүкте 0, нүкте ұтыр. Келесі дұрыстап қадап алайын, қадап алыңыздар, сізде қате кетпеу керек. Енді жақша ашамыз. Жақша ашқанда осындай шықты, оған бән-бән-бәнсіз. Тоқта, кәппен демек қойын. Солай деп тұтынша солай деп тұғышам еле орысшаға, мынау ағылшынша қоя. Мен өзім шатасып атырмын қазір. Міне достар, осылай. Сосын мына жақта бір деп 1, 2, 3, бірден 13-ке дейін, немесе бірден 13-ке дейін. Мына жақта жазып тұр, бірден 13-ке дейін кете бересіздер. 10 дейсіздер, 11 дейсіздер, 12, 13-ке дейін барады, сосын бар, бай қоясыз, солай қоясыз, сосын жақшан жабасыз. Жақшан жабасыз, сосын нүкте үтірді басасыз. Нүкте үтір, енді Enter'ді басасыз, сосын мен мысал ретінде көрсеттімін. Мен оны кітапқа қарап істеп атым. Оқулыққа қарап істеп атым мен, информатика деген. Мысал ретінде көрсетіп атым. Программалау тәсілі бойынша мысал ретінде көрсетіп атым. Бастадым. Сосын бұл ай деп, сосын қос нүкте, аттен сосын бір десін. Бір ту дейді ма, немесе мұны осылай ма, олай емес сияқты. Ду. Жақсы. Келесі. Begin.
begin. Сондай. Келесі пробел баса берейін. Пробел басайын. Пробел басайын. Begindерін. Сосын ред деген оқу болу керек. Сосын ар жақта жазам. Сосын x. Бірақ қателесіп кетпеңіздер. X. Сосын тағы да ашасыз. Сосын I деп басасыз. Сосын тағы да жабасыз. Сосын жақшан жабасыз. Жақшан жабасыз. Жабылмайды ғой. Былай. Солай жабады. Сосын барып басасыз. Тексеріп алайын. Қателесіп кетпеу үшін тексеріп алыңыз. Міндетті түрде. X. Сосын дұрыс. Енді тіл басасыз. Да. Сосын S-ті басасыз. S қос нүкте. S кішкене. Дұрыс емес па? Дұрыс па? Bir türlü ketip қалды. Кеш айып етпедіңіздер. Сосын тең. Қателесіп кетпесем, мына жақта қазір S. S қосылған X. Сосын былай шығарады. I деп шығарамыз. Сосын тағы да былай шығарады. Сосын тексеріп көрейін. I деп. Дұрыс. Енді сосын қос нүкте. Сосын end мұны сондай болады. Или болады. Или былай шығарам. Міне достар, осылай істейді. Осылай істейді. Міне да enter басады. Соның астына S қос нүкте тең S сосын мына жақта slash 13 дейді. Сосын мына жақта нүкте өтір. Сосын істеп боламыз. Әшін тексеріп алайын. Болды. Келесі. Достым, жазам. Жазым, е? Келесі. Жазған болу керек. Енді жақшан ашам. Белгіші ашам. Белгіші. Сосын S. S-тен. Сосын тағы да түші. Сосын ағыстыңға үтір. Үтір. Қойбат. Үтір болу. Спатас. Үтір болу керек. Үтір. Дұрыс болу керек. Бұл жоғадайын. Немесе жоғадамай қойым. Немесе S. Жоғадайын ғана. S дейін. Қос нүкте. 8 қос нүкте 4 дейім.
сосын жақшаны жабам. Сосын вообще y деп көрейін, y деймін. Вот. Қазір көрейін. S 8. Сосын нүкте тұр. Сосын кішкене қиын болатын сияқты. Сізде шатасып қиын болып кетуі мүмкін. Или қиын болмаса да жасап көруіңізге болады. Енді жасап көруіңізге болады. Келесі видеода мысал ретінде тағы да көрсететін боламын. Енді келесі видеода. For I қос нүкте тен бір. Сосын жазасыз. Тума ту 13 дейсіз ба? 13. Енді бір дейсіз. Қосып жазасыз 13. Қосып жазбайтын сияқтымын. С тұрған X. Сосын I деп жазасыз. Сосын қос нүкте басасыз. Сосын 5 бөлінген 2. Жақын жабасыз. Тексеріп көрейік енді. Аяғына дейін. For I тен 1 ту 13 бөлінген S тұрған X by I бөлінген 5 қос нүкте 2. Сосын ештеңе баспайсыз да Enter деп басасыз. Сосын ең аяғында End дейсіз. Сізді нүкте басасыз. End деп басасыз да. Болды. Сонымен аяқталды. Енді не үшін? Тексеру үшін выполнить деп басасыз. Несі мына жерде? Мына өзі. Тоқтап, мына жақтағы көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 дейсіз. 10. 1 дейді. 12. 13 дейді. Несі сондай? Міне мәндері шықты. Міне бай дедім. 13-ке дейін теріп шықтым. Міне нәтижесі шықты. Нәтижесі шықты. Видео ұнаса лайк қоямыз. Және каналға жазып кетеміз. Сау болыңыздар.